Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, армысыздар, ардақты ағайын. Құрметті телекөрермендер, сіздер Қазақстан Атырау облыстық телеарнасының тікелей эфирінде әр бейсенбінің кешінде шығатын Иман нұры рухани бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Құрметті телекөрермен, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы ұстаз ұлы есім. Ал осы тақырыпта сізбен бізге салиқалы сұхбат жүргізіп, біздің сұрақтарымызға тұшымды жауап беретін бүгінгі қонағымыз белгілі теолог маман, дінтанушы Қанат Жұмағұл. Құрметті Қанат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Ал енді Қанат мырза, өзіңізге белгілі, бүгінгі біздің тақырыбымыз ұстаз ұлы есім. Осы төңіректе сізбен сұхбат жүргізетін боламыз. Ұстаз ұлағатты есім шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие мен жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Ұстаз жас ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғам халық өзінің үміті мол болашағын бала-шағасын тапсыратын сенімді өкілі. Олар сол сенімді ақтай отырып, зерделі, зерек, парасатты, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды бойына тартқан тұлғаларды тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Ал құрметті телекөрермендер, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өтіп жатқандықтан, экранда көрсетілген 458767 өзге аймақтар үшін Атырау қаласының коды 87122 458767 номерін теріп, студиямызға тікелей байланысуларыңызға болады. Егер көкелеріңізде мазалап жүрген діни тақырыптарға қатысты, болмаса осы ұстаз тақырыбына қатысты, мұғалім тақырыбына, шәкірт тақырыбына қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, қысылмай сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Егер кімде-кім ат салысып сұрақ қойған болса, біздің студиямыздың атынан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан жарық көрген Әбу Ханифа және Ханафи мазхабы кітапты, сонымен қатар дін мен дәстүр атты кітапты сыйға тартатынымызды ескерте кеткіміз келеді. Олай болса құрметті телекөрермен, мархабат. Ал құрметті Қанат мырза, алғашқы сұрағымызға көшейік. Өзіңіз үшін мынау, білесіз, біздің қасиетті дініміз ислам діні. Осы ислам дінінде осы ұстазға деген құрметті қалай бағалаған, ұстазға деген ұғымды, жалпы ұстаз ұғымы қалай бағаланады? Осыны айтып берсеңіз. Және мынау мұғалімдерді кешіріңіздер, кешегі өткен ұстаздар күнімен, төл мерекесімен құттықтай кеткенді жөн көріп отырмыз. Өзіңізде құттықтай кетсеңіз болады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах уассалату уассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен қауым, мұсылман жұртшылық. Жалпы әрине ұстаздарымызды өткен төл мерекелерімен әрине уақыт өтіп кетсе де ештен кеш жақсы дегендей біздер құттықтаймыз. Жұмыстарына, өздерінің жасап атқан ұлы істеріне Алла Тағалам жәрдем берсін дейміз. Енді ұстаз ұғымына жалпы келетін болсақ, бұл ұстаз сөзінің өзі негізінде араб тілінен біздерге енген сөз. Игі жақсы мағынаны беретін сөздердің бірі. Ұстаз ол оқытушы, ұстаз ол шәкіртке келешек бағыт-бағдарды көрсете білуші тұлға болып есептеледі. Енді ислам дінінің өзінде негізінде ұстазға деген жалпы ұстаз ұғымы маңызды ұғымдардың бірі болып есептеледі. Себебі Алла Тағала бірінші кезекте мәселен адамзатқа көптеген пайғамбарлар жіберді. Ол пайғамбарлар Алла Тағала алдын ала таңдады адамзаттың ішінен. Осылайша ол пайғамбарлар адамзатқа Алла Тағала тараптан келген діни мағлұматтарды халыққа жеткізді, халыққа үйретті. Мәселен, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, ол да өзіне жүктелген пайғамбарлық міндетті, Алланың хабарларын халыққа жеткізу міндетін ойдағыдай атқарды. Алла Тағала мүмкін еді өзінің қасиетті кітаптарын, мәселен Құран кәрімді аспаннан жерге түсіре салып, мынаны оқыңдар деп бұйыру мүмкін еді. Бірақ Алла Тағала олай жасамады. Өзінің дінін пайғамбар жіберу арқылы, сол пайғамбар халыққа үйрету арқылы осылайша дінін қалыптастырды Алла Тағала жер бетінде. Тіпті Алла Тағала сол пайғамбардың өзіне де тікелей өзінің аяттарын жеткізбей, араға Жәбірейіл періштені қосты. Сонда Жәбірейіл періштенің өзі біздің пайғамбарымызға ұстаз болып табылады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сол Жәбірейіл періштеден
ілім үйренді. Құран кәрімді алды ол кісіден. Сонда Жәбірейіл періште тіпті мына 5 уақыт намаздың қалай оқылатындығын бәрін үйреткен кісі. Бүге шүгесіне дейді. Бүге шүгесіне. Олай болатын болса, міне жалпы Алла тағала сол әу баста қалады, бұл дін тағылымының, сол сияқты ғылым білім, кез келген ғылым білімінің, өзі мына Мұқағали атамыз айтады ғой, дін ғылымның атасы деп. Олай болса Алла тағала сол дінді ұстаз арқылы үйрету арқылы бір жағынан кез келген ғылым білімді ұстаз арқылы үйретуді меңзеп отыр. Олай болатын болса, ұстаз ұғымының маңызы өте зор. Одан кейін пайғамбарымыз өзі сол дінді Жәбірейіл періштеден алып үйреніп, Жәбірейіл періште Алла тағаладан біліп үйреніп, осылайша біздің пайғамбарымыз өзінің шәкірттерін тәрбиеледі. Шәкірттердің ішінде қарап отырсаңыз, мен деген мықты ұстаздар жетіліп шықты. Осылайша олар кейінгі ұрпаққа өздерінің білімдерін сусындатып жаңа жеткізіп жатыр. Ұрпақтан ұрпаққа. Ұрпақтан ұрпаққа осылай жалғасып келеді. Осы жерден мынау аталарымыздың бекер айтпаған ғой. Ұстазы жақсының ұстамы мықты дейді, яғни. Одан кейін жақсы тағы бір сөз бар. Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан дейді, яғни. Бұлардың барлығын ең алғашында өзіңіз айтып отқан жаңағы Алла тағаладан Жәбірейіл періштеден пайғамбарымыз үйренді. Пайғамбарымыздан сахабалар, яғни өзінің шәкірттері үйренді. Yani әрқайсының ұстаздары мықты болғандықтан бұлардың ұстамы мықты болып отыр осы орайда. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Пайғамбарымыздың өзі бір сөзінде айтады. Иннама буифту муаллима дейді. Мен расында мұғалім ретінде жіберілдім дейді. Мен ұстаз ретінде жіберілдім дейді. Қарап отырсаңыз, біздер пайғамбарымыз біздерге қалай дін ережелерін көрсетті, діннің негіздерін қалай біздерге үйретті, біз солай амал жасаймыз. Ол кез келген ғылым білімде солай болады. Ана адам жаңағыдай өзінің өзі аспаннан түскендей болмайды оның жағдайы. Міндетті түрде өзінің ұстазынан үйренеді. Ұстазы өзінің ұстазынан осылайша тізбектеліп, жалғасып кете береді. Олай болатын болса, ұстаз ұғымы исламда маңызға ие. Алла тағаланың өзі ұстаз, себебі пайғамбарымыздың өзі, мына өзінің сахабасы Абдулла ибн Аббас пайғамбарымыздың бір жағынан немере інісі болып келеді. Абдулла ибн Аббас деген кісі. Міне сол кісіге пайғамбарымыздың жасаған дұғасы бар. Аллахумма аллимхул китаб дейді. Алла тағалам бұған кітапты үйрет. Яғни Құранды үйрет деген. Сонда пайғамбарымыздың сол дұғасы қабыл болып, әлгі сахабасы үлкен ғұлама ғалым болып, тіпті мына кез келген ғалым айтады, ислам дініндегі пайғамбарымыздан кейінгі ең мықты ғалым кім десе, Абдулла ибн Аббас дейді. Себебі ол кісінің лақабаты бар. Хабру хадихил умма, осы үмметтің шоқтығы би ғұламасы деген атаққа ие болған. Ал енді сол Абдулла ибн Аббастың өзі біздің пайғамбарымыз дүниеден озған кезде, қайтыс болған кезде, ол кісі небәрі 15 жаста болған екен. Қараңыз. Сонда жаңағы жастық деген нәрсе ол бәрібірде өзінің несін көрсетеді. Себебі жас кезде ғалымдарымыз айтады, жаңағы кәрілік кезде алған білім дейді. Ол жаңағы мына бір шаң тозаңның үстіне жазған жазу сияқты дейді. Жел соқса ұшып кетеді. Жел соқса ұшып кетеді, дұрыс айтасыз. Ал енді мына кәрілік кезде емес, жас кезде алған ғылым білім болатын болса, ол жаңағы тасқа қашалған жазу сияқты. Ол қаншама уақытқа дейін тұра береді. Олай болатын болса, сол Абдулла ибн Аббастың өзі қарап болсаңыз, пайғамбарымыздың сырттағы жағдайын бәрін біздерге жеткізіп баяндап берген. Ал енді пайғамбарымыздың үйінің ішіндегі жағдайды Айша анамыз жеткізген екен. Айша анамыз, қараңыздар, пайғамбарымыздың айтқан кезде қыздай алған тұңғыш жұбайы. Ол кісіден алдын пайғамбарымыздың жұбайлары болған, бірақ ол кісілер қыздай емес, бұрын тұрмыста болып келген кісілер болған. Белгілі себептерге байланысты. Белгілі себептерге байланысты. Әртүрлі жағдайлар болған, әрине пайғамбарымыздың ондай әртүрлі ру тайпадан әйел алғандығы бар. Сол сияқты Айша анамызды алып, неге? Пайғамбарымыз не үшін Айша анамызды алды? Бұл жерден де егер жас қызға қызығатын болса пайғамбарымыз, ол неге жаңағы 25 жасында немесе 40 жасқа тола салысымен жас қызды алмады? Бірақ ол кісіне 53 жасында 40 жаста пайғамбарлық келді ме, 13 жыл бойы жаңағы Меккеде өмір сүрді. Сонда Меккеде өмір сүрген соңғы кезеңдерде ғана үйленді ғой өзі. Сонда 53 жасында пайғамбарымыз қыздай алып жатыр Айша анамызды. Неге үйтті? Себебі пайғамбарымыз қалады. Үйінің ішіндегі жағдаяттарды, пайғамбарымыздың діни амалдарын халыққа жеткізу керек. Оны кім жеткізеді? Үйіндегі жұбайлары.
Олай болатын болса, пайғамбарымыздың бұл жердегі жас қызды алудағы мақсаты сол. Расында да Айша анамыз кейінгілерге көп хадис жеткізген кісі. Айша анамыз. Олай болатын болса, пайғамбарымыздың... Яғни бұл жерде пайғамбарымыз Айша анамызға да ұстаздық. Айша анамызға да ұстаз болды, Айша анамыз кейінгілерге ұстаз болады. Қараңыз да. Мәселен, бір қызық бір мысал айта кетейін осы орайда. Пайғамбарымыздың мынандай бір жаңағы жағдайы туралы сахабалар сұрақ қояды. О, Алланың елшісі дейді. Мынау әйел баласын, мәселен, ерлі зайыпты. Ұлы сөзде ұят жоқ. Бізде мұсылманшылықта не бар? Жаңағы дәрет алу деген нәрсе бар. Мәселен, күйеуі әйелін жаңағы өпсе, сүйсе, ол дәрет бұзыла ма, бұзылмай ма деген сұрақтар туындаған кезінде. Сонда Айша анамыз айтқан, күндердің күнде дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұбайларының бірін сүйген еді, сөйтіп мешітке қарай кеткен еді дейді. Дәретін жаңартып алған жоқ дейді. Бір ғана мысал бұл. Сол кезде әлгі жеткізуші, бұл хадисті жаңа жеткізуші сахаба Айша анамыздан сұрап жатыр ғой. Сонда айтады екен, мән хия илля әнти дейді. Уа мүъминдердің анасы, ол әйел сіз емей кім ол дейді. Сіз ғой ол дейді. Сол кезде фадахикат дейді, Айша анамыз күліп жібереді. Бұл жерде жаңағы пайғамбарымыз бен Айша анамыздың арасындағы махаббаты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің Айша анамызға деген махаббатын түсіндіре білген ол кісі. Өзінің бір сөзінде айтады, жалпы Айша дейді, мен үшін дейді, басқа әйелдердің жанында дейді, мына қалайша бір фарид деген бір ұлттық тағамдар бар арабтардың. Біздше енді ет ауқат десек мәселен. Сол жаңағы ұлттық тағамдардың ішінде фарид деген тамақ арабтар үшін қандай маңызды болса, мен үшін дейді, Айша сондай маңызды дейді. Бұл жерде жалпы мысал келтіріп, қаншалықты орын алатынын көрсетіп отыр. Айша анамызға көп білім үйреткен кісі. Музыкаға байланысты хадистерді Айша анамыз арқылы жеткен мәселен. Музыка тыңдауды жаңағы белгілі бір шарттарға сай тыңдауға болатынына байланысты хадистер деген сияқты. Басқа да жаңағы шариғи мәселелер бойынша хадистер сол Айша анамыз арқылы біздерге жеткен екен. Енді бұл жерде жаңағы айтпақ болғаныңыз мен түсінгенім былай ғой, енді пайғамбарымыздың әрбір істеген ісі, пайғамбарымыздың әрбір сөйлеген сөзі, пайғамбарымыздың әрбір амалы кейінгілерге үйреткен ұстаздығы ғой бұл жерде. Ұстаздығы. Яғни ұстаздықтың қаншалықты маңызды екендігін осы жерден көріп отырмыз. Және біздің қасиетті дініміз, соңғы дініміз, хақ дініміз, исламның өзі ұстаздықты осылай бағалап отырғанды ғой бұл жерде. Иә. Жақсы, Қанат мырза. Құрметті телекөрермендер, біздің байланыс телефонымызға хабарласып 45-87-75 номеріне хабарласып, сұрақтарыңыз болатын болса, қоюларыңызға болады. Біз әзірге Қанат мырзамен келесі сұрақты жалғастыра берейік. Онда Қанат мырза, ұстазға деген құрмет қалай болу керек? Күнімізде кейбір оқиғаларды өкінішке орай көзбен көріп жүрміз, құлақпен естіп жүрміз. Әрине көзіміз болғандықтан көреміз, құлағымыз болғандықтан естиміз. Бұқаралық ақпарат құралдарында да қазіргі күнде ұстазға деген құрметтің азайып бара жатқандығын, кезінде бізбен сіз оқып жүрген кезде біздің ұстазға деген құрметіміз қалай еді. Бұдан алдыңғыларды өзіңіз білесіз, ғұламалардың оқиғаларын білесіз. Соларды айтып отырсаңыз, ұстазға деген құрмет қалай болуы керек? Жалпы ұстазға немесе жалпы білімді адамға деген құрметті Алла Тағала өзі бірінші көрсетеді. Алла Тағала Құран кәрімде бір аятында айтады: "Астаиду билля, ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат" дейді. Алла Тағала сендердің іштеріңдегі иман келтіргендерді және білім иелерінің дәрежесін еселеп арттырып көтереді дейді. Сонда ұстаз ол егер білімді болмаса қалай ұстаз болады? Әрине. Ол білімді. Демек бұл жерде жалпы ол бір жағынан кез келген білімді адамда ұстаз бола алмайды. Ол білімді үйрену бір басқадағы, оны басқаларға үйретіп білу, айтқан кезде педагогикалық жаңағы тәжірибені жинақтау, ол мүлдем бөлек нәрсе. Яғни екеуі екі басқа дүние. Олай болса, яғни біз былай айта аламыз, жаңағы Алла Тағала бұл жерде ұстаз, білімді адам мақтап атқан кезде, ол жай ғана білімді адам мақтап тұрған болуы мүмкін, бірақ ұстазды әрине ол мақтайды Алла Тағала. Олай болатын болса, ұстаз ол білімдінің білімдісі. Себебі ол айтқан кезде білімді жетік меңгеріп, және сол білім ғылымды кейінгілерге жеткізе білген кісі. Міне сол ұстаз. Ал кейбір адамдар болады, өзі білімді болады, бірақ кейінгілерге бере алмайды. Сондықтан да ұстаздың артықшылығы ол қарапайым ғалым білімді адамға қарағанда әлдеқайда жоғары екенін біз білеміз. Сол сияқты Алла Тағала Құран кәрімде айтады, мына басқа бір аяттарында: "Астаиду билля, хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун" дейді. Айт, білетіндер мен білмейтіндер тең бе дейді. Білетіндер мен білмейтіндер тең бе дейді. Олай болатын болса,
білімді адам мен білімсіз адам тең бе? Әрине тең емес. Сол сияқты басқа бір аяттарда келеді. Алла Тағала айтады: "Астағфирулла. Шахидаллаху аннаху ла илаха иллаху вал малаикату ва улул илми қаиман бил қист" дейді. Алла Тағала және оның періштелері және білім иелері әділеттілікті, шындықты орната отырып, Алла Тағаладан басқа Құдайдың жоқ екендігіне куәлік келтіреді дейді. Қараңыз, сонда кім куәлік келтіріп жатыр? Алла Тағала, періштелері және ғұламалар. Олай болатын болса, міне, ғалым, білімді адам ғана негізінде бір Алладан басқа Құдайдың жоқ екендігін айта алады. Ыбырай Алтынсарин бабамыз бір Аллаға сыйынып келіп алар оқылық дей алған кісі кезінде мәселен. Сол заманда. Сол заманның өзінде. Сол сияқты мына Абай атамыздың өзі бір ақылын қолдана отырып мынандай бір тұжырым жасайды ғой. Мәселен, осы уақытқа дейін адамзат қоғамына дейді, кез келген қоғамда, кез келген халық бір жаратушы, ұлы бір құдірет бар ғой деп келгендерінің өзі-ақ бір Алланың бар екенін дәлелдейді дейді, ол кісі айтады. Олай болатын болса, міне нағыз ғалым, білімді адам Алланың бір екендігін, бар екендігін, құдірет күш иесі бар екендігін біледі. Міне осындай Құран кәрімде келген ғұламаға құрмет, ұстазға құрметке байланысты аяттар бар. Сол сияқты пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде айтады: "Мән юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин" дейді. Кімге Алла Тағала жақсылық қалаған болса, оған Алла Тағала дін білімін үйретіп қояды дейді. Дін білімін үйретіп қояды. Енді бұл жерде тағы да Мұқағали Мақатаев ағамыздың, жаңағы ақын бабамыздың сөзін еске түсіретін болса, жаңағы бағанаған айтылған дін ғылымның атасы дейді. Олай болса, діннен барлық ғылым туындайды негізі. Кемені жасауды үйреткен Алла Тағала, Нұх пайғамбарға мәселен. Кез келген затты Алла Тағала үйретіп отыр адам баласына. Олай болатын болса, дін ол кез келген ғылымның атасы екендігі ол айдан анық дүние. Сондықтан да енді мына неге бұл Алла Тағала жақсылық қалағанына білім үйретеді? Бұл жерде жақсылық деп кәдімгі ғылым білімді айтып отыр. Кімге Алла Тағала жақсылық қалаған болса, оған ғылым білім үйретеді деп отыр. Демек, ғылым білімнің өзі жақсылық деген сөз. Олай болатын болса, осы ғылым білім деген дүниені ұстаз үйретеді адамға, өзінің ұстазы, кез келген адамға. Сонда ұстазының берген жаңағы жақсылығы, ол тіпті ғалымдарымыз айтады, ұстаздың қадірі дейді, тіпті ата-ананың қадірінен де артық дейді. Оны ислам ғұламалар айтады. Неге? Себебі Алланың өзі ұстазға құрмет көрсетіп отыр. Құрмет көрсетіп отыр. Алланың өзі ұлықтап отыр. Себебі дейді, ата-ана дейді, осы дүниедегі қарапайым тіршілікті баласына үйрететін болса, ұстазы дейді, оған тек қана бұл дүние емес, һәм ақыреттің жағдайында үйретіп, оған тәрбие береді дейді. Сонда мына нағыз ұстаздар осындай. Екі дүние үшін пайдалы. Екі дүние үшін пайдалы болатын жағдайды үйрете алады. Әрине, осы дүниеге де пайдалы болатын жағдайларды үйретсе өзінің шәкіртіне, ол әлгі шәкірті сол үйренген нәрсесін өзінің қажетіне жұмсай алатын болса, бұл былай айтқан кезде нағыз жақсылық та, нағыз жақсылық. Ұстаздың оған жасаған жақсылығы сол болады. Бұл орайда мынау пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Амал дәптері жабылмайтын, ары қарай жазыла беретін, дүниеден озып кетсе де адам баласы, ары қарай жазыла беретін амал дәптерлеріне қосымша амалдар қосыла беретін 3 түрлі адам бар дейді. Басқа адамдардың бәрін амал дәптерлері жабылады. Тоқтайды. Өлді ме, бітті. Дүниеден озды ма, тоқтайды амал дәптері. Оған жақсылық жазылмайды, бітті. Яғни қайтыс болғанға шейін адам жақсылық жасап қалу керек бұл дүниеде. Ал мына 3 адамға дейді, жақсылық өліп кетсе де амал дәптеріне жазыла береді. Бұл дүниеден көшіп кетсе де. Бұл дүниеден көшіп кетсе де. Сонда біріншісі дейді, біріншісі садақатун жария дейді, хадисте келеді. Сауабы ағып кеп тұратын садақа. Немесе тоқтамайтын, жалғасымды бір жасаған садақасы дейді. Оның пайдасы тоқтамай жалғаса береді. Мәселен, көпір салатын болса бір кісі халыққа игілігіне, мектеп салатын болса, аурухана салатын болса, балабақша салатын болса, тағысын тағы. Сонда әлгі көпірден адамдар өтіп, өз қажеттерін өтеген уақытша, мектепте шәкірттер тәрбиеленіп жатқан уақытша, ауруханада науқас кісілер емдеп жатқан уақытша, сол сияқты жаңағы балабақшада балалар тәй-тәй басып, алғашқы тәрбие құнар көздерінен тәрбиеленіп,
жатқан уақытша осы істер жасаған адамдағы сауап жазылады. Яғни осы уақыттың барлығындағы сауапты, жақсы істердің сауаптарының барлығы сол кісінің артынан барып тұрады. Сол кісінің артынан барып тұрады айтқан кезде. Сондықтан да адам бұл жерде жалпы мына нәрсені не қылу керек? Егер бір көпір жасайтын болса, мектеп жасайтын, сапалы қылып жасау керек та. Сонда қараңыз, сапалы қылып жасайтын болса, ол ұзаққа созылады. Сонда оған қанша ұзақ болған сайын оның сауабы да көбірек болады. Сондықтан да мына саннан гөрі сапа дейді. Ол сапаға көңіл бөлу керек осы жерде. Одан кейінгі екіншісі бұл дейді артынан жаңағы дуа жасап тұратын перзенті дейді. Мәселен, балаңызға сондай жақсы тәрбие бердіңіз, һәм осы дүниенің игіліктерін үйреттіңіз, һәм ақыретке байланысты сенімін нықтадыңыз, иманды қылып өсірдіңіз, ибалы қылып. Сонда ол бала ертең күні Құранын оқып білетін болса, әрине қоғамдық пәндерді меңгере берсін. Жаңа қоғамға байланысты жұмыстардың ол кім болам десе, экономист болсын, инженер болсын. Иә, кім болса да, бұл айтқан кезде қоғамға қажетті маман болсын. Сонымен бірге дінді де білетін болса, Құран оқи алатын болса. Кезінде қараңыздаршы, мына егемендік алған жылдары имамдар тапшы болды. Адам қайтыс болатын болса, соның жаназасын шығаратын кісілер тапшы болды ғой. А сол кезде кім имам болды? Бұрын мүмкін участковой болған, пенсияға шыққан кісі болды. Школ директор болған кісі пенсияға шықты. Трактор айдаған кісі. Трактор айдаған кісі. Сенің атаң, ата-бабаң молда болған ғой дейді. Кәнікі сен имам бол деп, әлгі кісіні имамдыққа өткізеді. Енді қараңыз, яғни біздер жалпы ол әрине бәріне молда болып кетті деп айта алмаймыз. Бәріне имам болып кетті деп айта алмаймыз. Бірақ діннің негізгі шарттарын үйреніп алғаны жақсы ғой. Ол үйреніп алса ешкімге зиян емес, ол қайта пайда келеді. Олай болатын болса, біз балаларымызға Құран оқуды үйретейік. Меңгере берсін басқа салаларды. Оған ешқандай тыйым салынбайды. Шариғатта тыйым салынбайды. Мына саланы меңгерме, тек қана шариғатты меңгер деген ондай нәрсе жоқ. Шариғатта кең қарастырылады. Сондықтан да орта ғасырда араб әлемі, сонымен қатар жалпы алған кезде ислам әлемі дамығандығы сондықтан. Одан кейінгі кезекте үшіншісі тәрбиелеген бір шәкірті дейді. Егер ұстаз дейді, бір шәкіртін жақсы тәрбиелеген болса, оған жақсы ғылым білімді үйреткен болатын болса, бойына сіңірген болатын болса, оған үлгі бола білген болатын болса, әлгі шәкірті ұстазынан үйренген нәрселерін өзінің өмірінде қанша уақыт пайдаланады, міне сол не болады екен, әлгі кісіге сауап болып жетеді деген ертең күні. Сондықтан да ұстаздық ісі қызметі бұл сауапты екендігін ұмытпауымыз керек. Яғни жалғасып тұрады. Жалғасып тұратын нәрсе. Жақсы, жақсы. Енді мынау Қанат мырза жаңағы бәрін айтып келе жатсыз. Алла тағаланың өзі қалай құрмет көрсеткендігін айтып келе жатсыз. Жаңағы бұл ұстаздық қызметтің тек қана қайырымы бұл кезде, бұл дүниеде емес, келесі дүниеде, яғни екінші біздің ақырет дүниемізде де болатындығын айтып жатсыз. Енді дәл қазіргі қоғамда біздің ұстазға деген құрметіміз бұдан да жоғары болу керек қой. Жаңағы жоғарыда айтып кеттік, көзіңізден көріп жүрміз кейбір оқиғаларды. Бұлар енді қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс. Ұстазға деген құрметсіздіктерді байқап жүрміз ғой, кеше ғаламтор беттерінен көрдік. Енді біз ұстазымызға қанша құрмет жасасақ та артық емес екен. Иә. Алып қосарыңыз бар ма? Жалпы осы орайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір айтқан хадисі бар. Мән сана алейкум ма'руфан, кім сендерге бір жақсылық жасайтын болса дейді. Факафиух дейді. Оған сол жақсылығындай, сол жақсылығының қарамында оған жақсылық жасаңыздар дейді. Қайтар дейді. Қайтар дейді оны, жақсылығын дейді. Фаиннам тастатиу, егер оның жақсылығындай жақсылық жасауға шамаларың келмесе дейді. Ан тукафиу фад'у лаху хатта турау ан қад кафатумух дейді. Егер сендер дейді, ол кісіге соншалықты дұға жасаңыздар дейді. Дұға жасаңыздар көп. Қанша уақыт осы мен ұстазымның алдындағы өзімнің міндетімді ақтадым-ау дегенге дейін көп дұға жасаңыздар дейді. Мәселен, тарихта үлкен ғұлама ғалым имам Ахмад ибн Хамбал деген ғалым кісі өзінің ұстаздарына көп дұға жасайтын болған. Ұстаздарына. Имам Абу Ханифаның да риуаяттары келеді, мен өзім ұстазыма көп дұға жасайтын едім дейді. Шәкірттік парыз ғой. Шәкірттік парыз ғой айтқан кезде. Олай болатын болса, ол жаңағы мәселен, егер мүмкіндік болатын болса қазір, өзімізге ұстаз болған кісілерге құрметімізді аямай, көмек берсек те, болмаса телефон соғып, қал жағдайын сұрасақ та, бұның өзі де айтқан кезде жақсылық. Оның өзі бір марқайып мәз болып қалады ұстаз деген. Кешегі мысалы ұстаздар күнінде ұстаздарымызға хабарластық дегендей,
мәз болып марқайып қалып жатты ғой, сол сияқты ғой. Енді мынау жалпы ұстазыға жалпы мынау құрмет мәселесінде жаңағы жерде айтып өттік. Имам Абу Ханифа өзінің ұстаздарына құрмет жасаған деп. Енді қарап отырсақ, мына жалпы ұстаздар ол көп жағдайда мына енді өмірлік тәжірибелері бар. Көп жағдайда не болады? Жаңағы даналыққа бір ие болады, белгілі бір деңгейде. Сонда енді нағыз мықты ұстаз өзінің жаңағы шәкіртінің көзінен, көз жанарына қарап, мына бала болатын бала, немесе жаңағыдай бұны әзірлеу керек тағы да деген сияқты бір көзқараста болу керек. Ол баланы былай айтқан кезде жаңағыдай сен алғашқы аяғы сүрінген жағдайларда, оқи алмай жүрген жағдайларда оны тоқтатып тастауға, көңілін қалдыруға болмайды. Енді бір айта кететін бір нәрсе, осы жерде мынау ұстаздың бір енді мына мысалдар бере кетейік. Имам Абу Ханифа өзінің шәкірттеріне қандай болған? Мейірімді. Бұл жерде мынаны айту керек, қана сөз қараңыз. Ұстаз бен шәкірттің ортасында қарым-қатынасты айтсаңыз. Ұстаз бен шәкірттің ортасында бір-біріне деген қарым-қатынас қалай болу керек? Ұстаз шәкіртке қалай мәміле жасау керек? Осыларды айтып отырсаңыз негізі. Жақсы. Енді мына қараңыздар. Жаңағы имам Абу Ханифаның өміріндегі оқиғаны айта кетейін. Имам Абу Ханифа біріншіден ол кісі ғылым білім жолына түсуіне себепші болған Шаби деген ғалым болған. Шаби деген ғалым кісі Абу Ханифаны көріп қалады. Көреді дағы, кішкене әңгімелеседі. Әңгімелесіп тұрып, сен кімге барып жүрсің дейді. Сонда әлгі Абу Ханифа айтады, мен базардан пәленшеге барып жүрмін, анаған барып жүрмін дейді. Жоқ, мен базарды сұрап тұрған жоқпын, сен қандай ғалымдардың алдына барып тұрасың дейді. Жоқ, ешқандай ғалымның алдына бармаймын дейді. Сонда Шаби айтады, имам Шаби, сен бала болатын баласың дейді. Сен дейді ертең күні ғылым білімді ізден. Базарда сауданы жасауды ол әркім жасай алады. Кез келген адам жасайды. Бірақ ғылым білімге сенің бейімің бар екен, зерек екенсің өте дейді. Сен осы ғылым білім жолына түс дейді. Сонда имам Абу Ханифа сол кісінің айтуымен ғылым білім жолына түседі ғой. Қарап отырсаңыз, тарихтағы ең үлкен ғалымдардың біріне айналады. Енді Абу Ханифа өзінің шәкірттерімен қалай мәміле жасаған? Абу Юсуф деген шәкірті болған, имам Мұхаммад деген шәкірті болған, басқа да шәкірттері болған. Шәкірттердің көпшілігінің жағдайы нашар. Абу Ханифа өзі саудамен айналысқан кісі. Сонда түсірген пайдасын дейді, ол кісі дейді, зекетін берген кезде өзінің шәкірттеріне де беретін болған. Көмектесетін болған шәкірттеріне. Сонда имам Абу Юсуф ғұлама ғалым болмай тұрып, Абу Ханифа былай деген. Әлі кішкентай бала Абу Юсуф. Әкесі қайтыс болған екен. Жалғыз анасы бар. Сонымен анасы мына баласына жұмыс істетіп қояды. Өйткені үйге кіріс келтіру керек әйтеуір. Өзі де жұмыс істейді, балам да жұмыс істесін деп. Күнкөріс. Абу Юсуф не істейді? Әкесі жаңағы анасының айтқанын жасай алмай, ғылым білімге қызыққан соншалық Абу Ханифаның алдына қайта-қайта кетіп қала береді. Сонда Абу Ханифа сабақ беріп жүрді, бір күні анасы ашуланып келеді ғой. Абу Ханифаға айқайлап ұрсады екен. Сен неге мен баламды бұзып жүрсің деген сияқты. Бұл үйде жұмыс істеу керек. Сонда айтады, сабыр етіңіз дейді. Мен дейді, сіздің балаңызға сондай нәрсені үйретіп жатырмын дейді. Ертең күні ғылым білімді меңгеретін болсам, мына балаңыз дейді. Мына үйге жаңағы ас-ауқат әкелу былай тұрсын дейді. Бір тамақтың атын айтады, араптың. Өте қымбат бір тағамдар. Жаңағы патшалардың дастарханында тұратын тағам екен. Анау-мынаудан уысына түспейтін. Анау-мынаудың жаңағы уысына түспейтін. Мәселен, бірше жаңағы бір сапалы икран айтсақ, мәселен. Өте сапалы бір икран айтсақ. Кез келген дастарханда. Кез келген адам дастарханда жоқ. Енді сондай дейді. Сондай бір тағам жейтін болады дейді. Мына қараңыз. Баланың ғылым білімге деген қыры бар екен деген зерек екенін біліп тұр ғой бұл жерде. Содан бала қалады Абу Ханифаның жанында, ғылым білімге үйренеді. Абу Ханифа қайтыс болады. Харун Рашид деген халифа, бір деректерде басқа халифа деп айтылады. Бірақ мен бір дерегін оқыңыз, Харун Рашид деген халифа екені айтылады. Сонда Харун Рашид деген халифа Абу Юсуфты қазы қылады ғой, мемлекет қазысы. Кәдімгі шариғи соттың төрағасы болып айтқан кезде. Сонда мемлекеттің қазысын тағайындаған кезде
Абу Юсуфты дастарханға шақырады. Сонда Абу Юсуф Харун Рашид патшаның дастарханында отыр. Сонда алдында әлгі тағамды көреді, ол қымбат тағамды. Сонда Абу Юсуф айтып береді екен. Кезінде Абу Ханифа осындай әңгімені айтқан еді мен анама дейді. Есіне түседі ғой, жаңағы бала күніндегі әңгімесі. Қараңыз да. Сонда қарап болсаңыз, жаңағы ұстаздың көрегендігі. Ұстаздың көрегендігі. Бір жағынан балаға қанат бере алған да. Баланың жаңағы ғылым білімге қызығушылығын оята алған кісі. Қарап болсаңыз. Міне осындай оқиғалар орын алған. Сондықтан да жалпы ұстаздар осы мәселеде мынау бір аяғы сүрінді деп баланың көкірегінен итермей, керісінше оны алға қарай сүйрейтін болса, ол жақсы нәрсе. Енді мына жаңағы сұрақтың арасында айтылды ғой, мына құрметсіздік мәселесі ұстазға деген. Ол әрине дұрыс емес. Кезінде мына ата-бабаларымызда біз естігеніміз, ондай нәрсені өзіміз көрген жоқпыз ғой, естігеніміз үлкен кісілерден. Сонда айтады, бұрын дейді молдалар, молдаға баласын берген кезде дейді, қазақ дейді. Оқытуға берген кезде. Еті менікі, сүйегі менікі, еті сенікі деп беретін дейді. Не істесең өзің біл. Иә. Сабайсың ба, басқа қыласың ба, ғылым білім үйрет, бірақ жаңағы аяқ қолын сындырма дегені ғой. Сүйегі менікі, еті сенікі деп беретін болған. Сонда молда жаңағы баланы жақсылап тәрбиелейді. Кез келген мына 20 ғасырдың басындағы ақын ағартушыларымыз, ғалым кісілерді қарасаңыздар, ең алғаш жаңа әліпті таяқ деп танығаннан бастап ғылым білімді алғаш сауатын ауылдағы молдадан үйренген дейді. Медреседен. Ауылдағы молдадан үйренген дейді, медреседен үйренген дейді, ғылым білім дейді. Содан кейін ол орыс тілін меңгереді. Жаңағы ғылым білім былай айтқан кезде сол кездегі ғылым білімнің тілі болып тұр ғой. Сонда қазір де солай. Іргетасы мықты болып тұр ғой. Іргетасы мықты қарап болсаңыз. Олай болатын болса, ал қазір қалай? Қазір мынандай жағдайда өкінішке орай. Мұны мұғалімдер де айтады. Қазір дейді, бір балаға дейді, жаңағы түртсе мұғалім, ұрсатын болса, болмаса жаңағы ұратын болса, әке-шешесі жүгіріп келеді дейді. Ол бар нәрсе қазір кезде. Әке-шешесі жүгіріп келеді. Өкінішке орай. Өкінішке орай. Содан кейін жаңағы анау бала не? Былай айтқан кезде қанаттыға қақтырмай, жаңағы тұмсықтыға шоқтырмай, сөйтіп әбден жаңағы не қылып өсіргеннен сөзін сөйлеп өсіргеннен ол бала не? Ауыр нәрсені көтере алмайды. Оны үйде ол балаға былай айтқан кезде әке-шеше жөн жосықты үйретіп, кішкене жаңағы әкенің былай айтқан кезде қаталдығы мен шешенің мейірімділігінің арасында жүрмесе ол бала, ешқандай ұрыс көрмесе, баланы мәпелеп екеуі де еркелетіп жібереді баланы. Ол бала не болады? Мектепте оған ұрса алмайды. Былай айтқан кезде өмірінің бастапқы кезеңдерінде өмірдің бір кішкене қаттылығын сезіне алмайды. Кішігірім қаттылық өмірдің. Сонда ол несі ертеңгі күні өсіп жетіліп, жаңағы бір қиындыққа тап болған кезде өз-өзіне қол жұмсау суицидтік жағдайға ұшырайды. Көрдіңіз бе? Сондай. Бұл енді біздің кезімізде енді біз мектеп бітіргенімізге енді 15 жылдай уақыт болған шығар қазір. Соны қарап отырсақ, біздің кезімізден бастаған екен осындай жаңағы әке-шешенің балаларын жаңағы не қылуы, қорғаштауы деген нәрсе. Бұл мынандай бір жағдай болады. Біздің мектепте оқып жүрген кезімізде бір апайымыз бар еді. Енді егемендік жаңадан алған кездер ғой, әлі экономикалық қиындықтар болып, өтпелі кезең. Бірақ десе де жаңағы байауқатты азаматтар бар, солардың балалары бар, бірге бізбен бірге оқыды. Сонда әлгі баласы жаңағы партаға жазып сызып отыр. Мұғалім біздің класс жетекшіміз байқап қойды. Апайымыз. Сөйтті дағы, сен неге мына партаға сызасың? Мен сенің бетіңе сызсам жақсы ма? Бұл парта деген бұл не ғой? Оқушының беті. Оқушының беті ғой. Деп жаңағы баланың бетіне бет сызып не алады. Енді апай ұстаз ашуланып кетті шыны керек. Содан бала не қылды? Ашуланып ұстаз оны шығарып жіберді. Содан сабақ біткен жоқ әлі. Сабақ бітпей, әлгі баланың ағалар келді ғой. Ағалар келді дағы, енді жаңағы, ол кез енді рекетерлық деген нәрселер көп еді ғой өзі. Сондай бір деңгейлер болса керек. Енді аналардың енді түстері суық. Келді дағы, сен біздің балаға не деп алсын, мен ініме деп. Ана апайды, әйел кісі ғой. Жағасынан ұстап, Құдай сақтасын енді. Бетінен сызған кезде, тілген кезде, ана ручканың ұшын кіргіз жіберіп бет тілген кезде қаны шығып, сондай бір ұятты жағдай болды. Қарасаңыз. Сол кезден бастап болды. Мына кеңестік оны көрген бала не істемейді? Оны көрген бала не істемейді? Оның сөзін сөйлей бергеннен кейін, дұрыс па? Айтқан кезде белгілі бір деңгейде қаталдық қажет, Әрине айтпаймыз жаңағыдай баланың жаңағы не қылып дұрыс анау пайғамбарымыздың
мынандай бір хадисі бар. Балам дейді, мына кішкентай туылған жастан бастап 5-6 жасқа дейін, 7 жасқа дейін ол баламен сен не бол дейді, жаңағыдай айтқан кезде бала бол дейді. Баламен бала бол дейді, ойна дейді. Сен ол ойын баласы. Жаңағы 7 жастан 15 жасқа дейін. Жаңағы 15 жасқа дейін ол балаға кәдімгідей қаталықты көрсет оған дейді. Балаға сен патша бол дейді. Ол сенің құлыңдай болсын. Ол сенің құлыңдай болсын дейді. 15 жастан ары қарай сен онымен дос бол дейді. Досыңдай мәміле жаса дейді. Досыңдай мәміле жаса дейді. Қараңыз. Олай болатын болса, бұл жерде жас ерекшелігіне қарай ол балаға сондай мәміле жасау керек. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ол яғни былай айтқан кезде баланың сөзін кез келген жағдайда сөйлей беруге ол болмайды. Біз құр бекер жаңағы әлсіз, әлжуаз, титтей нәрседен әсерленгіш сондай бір балаларды біз жетілдіріп қаламыз. Қоғамда өзін қалыптастыра алмайды. Кеңестік дәуірде бекер мақтамайды ғой. Кеңестік дәуірде мәселен өзімізден бер жағын көрдік қой, енді бер жағын көрдік. Апайымыз кәдімгідей жаңағы мына жүзігі болатын болса, жүзігімен бастан ұратын, оқысын деп. Көргенде қашатынбыз. Иә. Ұстаз көргенде қашатынбыз. Ал енді мынаны айта кетейік, енді ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, азбай туған адамның алтындығы, мұғалім деген ерекше тұлға, шың ұмтылмастай көңілде мәңгі қалатын мұғалім деген аяулы адам асыл жан. Шәкірт көңілінде күн болып жайнап жанатын мектептің басты тұлғасы жүрегі мұғалім екен. Енді осы біздің мұғалімдеріміздің бұл өмірде қаншалықты құрмет көрсе, арғы өмірде де біз оларға аттанып кетсе де, арғы дүниеге көшіп кетсе де, біз оларға қолымыздан келгенше дуа жасап, арттарынан жақсы сөз сөйлеу біздің шәкірттік парызымыз, мойнымыздағы қарызымыз екен. Ал енді бір әңгіме бар емес, Хазірет Әлидің өзі маған бір әріп үйреткенге 40 жыл құл болуға дайынмын деп айтқаны бар ғой. Яғни бұл жерде ұстаз бізге қаншалықты ілім үйретті, білім үйретті, тәлім үйретті, тәрбие үйретті. Біз олардың қарызын өтеуіміз, яғни мойнымыздағы міндетіміз болып саналады ғой. Енді мынаны айтыңыз, Қанат мырза, ғұламалардың, пайғамбарымыздың, сахабалардың өмірінен мысалдар келтіріп отырсаңыз, ұстаздарға деген құрметті көрсететін. Ұстазбен қарым-қатынас. Мына ұстазға деген құрмет мәселесінде енді пайғамбарымыздың өзінің ұстазы кім еді? Бағана ғана біз айттық, Жәбірейіл періште. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дастарханда мына пияз, жуа, сарымсақты жемейді екен пайғамбарымыз. Неге жемейсіз деп сұрақ қойған кезде, мен дейді, періштемен сөйлесемін ғой дейді. Маған періште келеді, мен періштемен тіл қатысам дейді. Сонда қарап отырсаң, жаңағы періште келген кезде әлгі ұстазы ғой енді. Сол кісінің алдында жаңағы аузынан жағымсыз иіс шығып, әлгі періштенің одан қиналғанын қаламайды. Қарап отырсаң, бұл да бір ұстазға деген құрметті. Ұстазы менен бір сыртқы бет әлпетімнен, жүріс-тұрысымнан бір жағымсыз нәрсе көрмесін деген бір дүниеде қараңыз. Бұл үлкен нәрсе. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сахабалар қандай берік болған. Ұстаз ретінде қалай құрметтей білген кісілер. Бір хадистерде келеді. Ол кәдімгі біздерге сенімді жолмен жеткен хадистердің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір уағыз айтып жатқан кезде дейді, шәкірттеріне, сахабаларына дін мәселесін түсіндіріп жатқан кезде дейді, сахабалары дейді, бейне бір дейді, бастарына құс қонғандай, құс бастарында отырғандай бейне бір, қимылдап қалса құс ұшып кететіндей, тапжылмай, тып-тыныш ұстаздың аузынан не шығатын болса, соны ұғып алып отырады дейді. Қараңыз. Көрдіңіз бе? Бұл пайғамбарымызға деген құрмет. Мына меккелік мүшриктер пайғамбарымыздың жанына келіп сөйлескен кезде, мына Сухайл ибн Амр деген, Сухайл ибн Харб, тегі есімен шығып отыр, Сухайл деген кісі, келіп пайғамбарымызға келіп сөйлесіп отырған кезде, әлгілер пайғамбарымызды әлгі Сухайлдың әдепсіз тірлігінен қорғап отырады. Сонда кері қайтқан кезде айтады ғой, Аллаға ант етемін дейді. Мен дейді, не бір патшалардың алдында болдым дейді. Римнің патшасының алдында отырған едім. Мен жаңағы пәлен патшасының, жаңағы Иранның патшасының алдында отырдым, бірақ осыншалықты құрмет көрсеткендерін көрген жоқпын дейді. Мына сахабалар пайғамбарға сондай құрмет көрсетіп жатыр еді. Патшаға құрмет көрсеткендей дейді.
Бұл жерде енді әрине ұстазға деген құрмет. Бір жағынан пайғамбарымыз ұстаздардың ұстазы, ол ұстаз болумен қатар бір жағынан Алланың елшісі. Бірақ десе де сахабалар ұстаз ретінде көрерменіміз қоңырау шалған екен. Құрмет көрсетеді. Сөзіңізді аузыңызда. Арға жалғастыратын боламыз. Көрерменіміздің сұрағын тыңдап алайық, арға жалғастырайық. Армысыз, қайырлы кеш. Алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Таныстырып өтіңіз. Қаланың ішінен хабарласып отырмын. Есіміңіз кім? Апа? Халима. Халима апа, сұрағыңыз қойыңыз. Мен сұрақ қояйын деп едім. Осы пайғамбарымыздың сақал Теледидардың дауысын басып қойсаңыз, жаңғырып естілмей жатыр. Пайғамбарымыздың сақалы туралы не айтып кеткен? Пайғамбарымыз сақал туралы не айтқан? Осылай ма сұрағыңыз? Иә, қалай? Пайғамбарымыз сақал туралы не айтқан дейсіз ғой? Иә, не айтқан? Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Біздің қонағымыз жауап беретін болады. Енді сұрағыңыз бүгінгі тақырыпқа қатысы жоқ екен, бірақ сонда да жауап беруге тырысайық. Жалпы пайғамбарымыз алсам, енді сақал төңірегінде жалпы айтқан сөздері бар. Мұрттарыңды қысқартыңдар, сақалдарыңды ұзартыңдар деген сияқты. Жалпы сақал қоюға шақырған пайғамбарымыздың сөздері бар. Оған байланысты. Бір сахабасы 3-4 тал сақалы болып, сақал қойып, пайғамбарымыз алдына келеді. Пайғамбарымыз әлгі кісіге қарап күледі. Содан біраз уақыт өткеннен кейін сақалын қырып тастап келеді. Пайғамбарымыз ол кісіге өзінің ренішін білдіреді. Сен неге алып тастадың деп. Алланың елшісі дейді. Сіз өткенде мен сақалмен келген кезде сіз маған күлген едіңіз дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, мен ол кезде күлген себебім дейді. Сенің жаңағы иегіңдегі мына 3-4 тал сақалға дейді, періштелердің жабысып тұрған көрген едім дейді. Періштелердің соған таласып тұрғанын көрген едім дейді. Сол үшін күлген едім. Мына алып тастағаның бекер болды дейді. Сонда қарап отырсаңыз, бұл жерден де сақалдың абзал екендігі, пайғамбарымыздың сүннеті екендігі айтылады. Кезінде жаңағы айтқан кезде кез келген мына жасы үлкен болсын, орта жастағы кісі болсын, тіпті жастарда айтқан кезде сақал қойған ол белгілі. Біздің қоғамда да болған нәрсе. Сондықтан да бұл сақал әрине оны күтіп бақса, мына Ибн Абидин сияқты Ханафи мазхабының ғалымдары айтады, жалпы мына сақалды дейді, мына бір ұстамнан ары қарай өсіре беру, ол мәкрух болады, жағымсыз болады деп айтқан кезде сақалды түзеп тұру керек екендігін айтқан. Және пайғамбарымыз да хадистерінде келеді, мына жан-жағын, мына иектегі сақалды бәрін түзеп отырғанына байланысты пайғамбарымыздың хадисі. Ұстарамен әдемілеп. Олай болса, бұл жалпы сақал қою ол әрине дінде бар нәрсе. Біз енді жалпы сақал мәселесінде дұрыс түсінікте болуымыз керек. Біреу сақал қойды екен де бұл адасқан екен, қателескен екен деген сияқты ондай ойда болмау керек. Сол сияқты біреу сақал қоймады деп, оны адасты, діннің шеңберінен шықты деп айыптай да алмаймыз. Себебі сақал ол діннің негізгі мәселесі емес, бірақ пайғамбарымыздың сүннет амалдарына жатады. Жақсы, көрерменіміз өзіне қажетті жауапты алған шығар деп ойлаймыз. Ары қарай өзіміздің жаңағы басты тақырыбымызға ойсайық, ғұламалар мен пайғамбар сахабалардың өмірінен бір-біріне деген қарым-қатынас, ұстазға деген ұстамдық осыларды айтып жатыр едік, осыны жалғастырсақ. Пайғамбарымызға деген ұстаз ретінде сахабалардың құрметін біз көрдік кезінде айтылған хадистерді. Қандай патша болсын, қандай басшы болсын, барлығы өзінің ұстазын өте құрметтеп өткен ғой. Мысалы, қарайтын болсақ, біздің кешегі Абылай бабамыздың өзі Төле биді өзіне ұстаз санаған. Төле биді, Бұхарды өзіне ұстаз санаған. Сөйтіп, оларды міндетті түрде жанына алып жүретін болған, қайда барса, яғни солардың ақылын тыңдап отыратын болған. Ал кешегі мынау біздің Шәкәрім бабамыздың өзі Абайды ұстаз тұтқан. Абайдың жанында жүрген Шәкәрім сынды кешегі ақын бабаларымыздың баршасы Абайды өздеріне ұстаз тұтып, тіпті барша қазақ Абайды өзіне ұстаз тұтады десек, барша қазақ Ыбырайды өзіне ұстаз тұтады десек, бұл артық айтқандық емес. Яғни біздің халқымыз ұстазға деген құрметтен
кендемес екені белгілі ғой. Әрине. Осындай оқуларын айта тұрсаңыз. Мынау жаңағы мына Төле би бабамыз Абылай ханды ол хан болмай тұрып жас кезінде көреді ғой. Сонда жаңағы бір жерде көгалдың үстіне жатқан болады. Сонда екі қолын екі жаққа керіп, аяғын керіп былай жатыр дейді жаңағы. Емін еркін болып. Сонда Төле би қарап тұрып айтқан дейді. Мына бала шартарапты билейтін баласыңды ғой деп. Сонда Төле бидің болатын бала. Сонда Төле бидің қарап отырсаңыз бұл жерде көрегендігі да. Әлгіндей имам Шафидің өзінің шәкірті Абу Ханифаны көріп, қандай адам болатындығын былай айтқан кезде пайымдап тұр. Сол сияқты Абу Ханифа да Абу Юсуфты көріп пайымдап тұр. Сол сияқты Төле бидің де қарап отырсаңыз, көрегендігі Абылай ханның қандай болатындығын көріп біліп тұр. Олай болатын болса, бұндай әрине тарихта бұндай оқиғалар көп. Мен енді Төле бидің айтқан сөзі бар ғой Абылайға байланысты. Абылай, мен сені алғаш көргенде тұрымтайдай ұл едің, үйсін Төле бидің түйесін баққан құл едің, сабалағатпен жүр едің деген. Яғни бұл Абылайдың жас кезінде жаңа теперіш көріп, өзінің ныспысын жасырып, біраз солай жүрген деген несі ғой. меңзейтін нәрсе ғой. Бұхар бабамыз айтқан, қателеспесем, Төле би туралы. Енді мына жалпы мен бір мысал айтпақшымын. Енді ұстаз деген кезде біз мына нәрсені ұмытпайық. Әрине тек қана ұстаз ол жаңағы әке-шешеден бөлек сырттағы бір кісі емес тек қана. Сол сияқты әке-шеше де ұстаз болады. Ислам тарихында көптеген ғұлама ғалымдар бар. Алғаш өз ғылым білімдерін жаңағы үйренгенде әкелерінен сабақ алған. Өз әкесінен. Өз әкесінен сабақ алған кәдімгі. Әкесі ғалым болады, баласы ғалым болады, осылайша кете береді. Немесе атасы ғалым болады дегендей, атасынан сабақ алады. Осылай кетеді. Олай болатын болса жалпы отбасымен ұстаз. Үйдегі мынау әке-шеше де негізінде өзінің балаларына бір нәрсе үйретуге тырысу керек. Мысалы, балалар мақтанады, мақтан тұтады. Менің әкем осындай азамат кісі еді, кезінде үйретіп еді. Жаңағы шеге қағуды деген сияқты да, мәселен. Сондай тіпті қарапайым дүниелерді үйретіп еді деген сияқты қылып, ол ертеңгі күні мақтан тұтып өтеді. Мен енді бір мысал айтпақшымын. Мына кезінде бір әкесі дейді, баласына қатты ренжіген екен дейді. Сөйтіп айтты, балам сен адам болмайсың деп. Мына түріңмен, мына мінезіңмен сен еш жерге сыймайсың, сен адам болмайсың деген екен. Содан баласы не керек, айтыр оқып, не қылып, жаңағы көтеріліп, шені көтеріліп, жағдай көтеріліп, бір ауылда аймаққа бір әкім болған екен дейді. Сөйтіп әкім болып, жаңағы қолында қызметкерлер бар ғой. Соларды жіберіп, билігі бар. Әкесінің аяқ қолын байлап, алдын алып кетті дейді. Алдын алып келіп отырғызып қойып, көрдің бе әке, міне сен айтып едің, бола алмайсың деп. Ештеңе шықпайды деп. Міне мен болдым, әкім болдым деп айтады дейді. Сол жаңа баласы айтады деп, әкесі айтады дейді, балам айналайын, мен сені әкім болмайсың деген жоқпын, адам болмайсың деген дедім деп айтады дейді. Расында да қарап olsanız, ол адам болу маңызды. Олай болса, жаңағы ұстаздар да өзінің жаңағы балаларына ғылым білімді үйреткен кезде шәкірттеріне ең бірінші кезекте адам болу үйрету керек. Мына Абай атамыздың айтқан сөзі бар ғой, баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім дейді. Шен алу үшін, қызмет жасау үшін емес. Мен балам білім үйренсін, ертең күні әкім болады, немесе жаңағы депутат болады, басқа болады деген сияқты. Ондай бір ойдан аулақ болу керек та. Ол ғылым білімнің өзі негізінде айтқан кезде адам баласы үшін бір сән дейді. Мына арабтардың мынандай бір ақындардың бір мынандай бір сөзі бар. Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bih fal ilmu zaynun liman bil ilmi qad amila дейді.